Осыдан 90 жыл бұрын елімізде АХАЖ бөлімі құрылған. Азаматтардың хал актілерін тіркеу бөлімдері. Содан бастап 90 жылдың көлемінде аталмыш мекеме мамандары ел көлеміндегі барлық азаматтардың туылғандағы алатын туу туралы куәлігі, үйленгендегі неке туралы куәлігі, одан кейін басқа да өмірлік құжаттардың барлығын рәсімдеу мен оның заңдылықтарын қадағалаумен келеді. Қазіргі таңда ел көлемінде 217 басқарма жұмыс істеп жатыр халық игілігіне. Олардың барлығы да Әділет министрлігінің тікелей бақылауында. Енді жаңа өзіңіз айтқан азамат хал актілерін тіркеу 90 жылдығын атап өттік. Бұл енді көптен келе жатқан. Бізге Әділет министрлігіне дейін бұл жергілікті әкімшілердің қарамағында болды. Сол бөлім болып бізге қосылып, қазір жеке басқарма болып осы қызмет. Енді азамат хал актілерін тіркеу деген өзі бұл жан-жақты үлкен салалы. Бұл тек қана жаңа адамдарды тіркеу емес, бұл соның заңдылығын сақтаумен айналысады. Өздеріңіз білесіздер, хал актілерін тіркеудің өзі оның бәрін жинай берсе бір тарих. Адам туғанынан бастап, үйленгені, бала туғаны, ат жөнін өзгерткені, осының бәрі сол жазылады. Осы жеке бір адамның өзі тарихи болып болады. Осы жайында міне қазір біз көп жұмыстар атқарылып жатыр Әділет министрлігінде. Бірінші, осы Қазақстан бойынша барлығы 217 басқарма бар. Бүкіл Қазақстанда осыларды тіркеп, міне бүкіл біздің Қазақстанның халқын тіркеп, аты жөнін, туған жылын, туған бала шағасын бәрін тіркеуден өткізетін 217 басқарма. Міне бүгінде осылардың бәрінде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Осыған дейін өздеріңіз білесіздер, бәрі қолмен жазылып, үлкен кітапқа қолмен жазылып, тіркеліп. Жалпы бізде осы азаматтық хал актілерін біздің осы Әділет министрлігінде азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу басқармасы деп аталамыз. Әрине орталық аппарат болғандықтан көбінесе біз адамдармен тікелей қарым-қатынаста жұмыс істемейміз. Біз әрине заң шығарушы орган ретінде жаңағы өзімізге құзырлы мекемелердің жаңағы АХАЖ органдарының жаңағы жұмыстарына сұрыптама жасау арқылы сол жаңағы бақылау жүргіземіз. Жалпы осы азаматтық хал актілерін тіркеу саласы бізде адам өмірімен тікелей байланысты. Осыған орай адам баласы туғаннан бастап о дүниеге аттанғанға дейінгі осы біздің азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімімен тығыз байланысты болады. Адам шыр етіп дүниеге келгенде ең бірінші алатын құжаты АХАЖ органынан алады. Ол бірінші туу туралы куәлігі. Одан кейінгі ер жетіп есін жиғаннан кейін жаңағы үйленіп жаңағы некеге отыру үшін де азаматтық хал актілер жазу бөліміне келеді. Неке қию туралы куәлік алады. Одан кейін енді адам өмір болғаннан кейін өмірде бәрі де болады. Кейбір жағдайлар жаңа келеңсіз кезеңдерде бар. Бұл тек қуанышты мен бақытты сәттерден ғана тұрмайды адам өмірі. Сонымен қатар біздің салада жаңағы қайтыс болуды тіркеу, неке бұзуды тіркеу деген сияқты азаматтық хал актілерінің түрлері бар. Қазіргі таңда бізде республика көлемінде тууды тіркеу жалпы республика көлемінде 282 мыңнан асып отыр. Әрине ол бұрынғы былтыр жылдарға қарағанда яғни туудың өскендігін көруге болады бұл жерден көп жағдайда. Сонымен қатар жаңағы неке тіркеу саны, неке бұзу санымен салыстырған уақытта 3-тен 1-ге келеді. Яғни азаматтардың санасы өсіп, өзінің қарым-қатынастарын заңдастыру үшін АХАЖ бөліміне барып жүгінетіндердің саны көбейтілуге болады. Бала туған сәттен бастап оның туу туралы куәлігін алуына 2 ай уақыт беріледі. Осы туу туралы куәлік баланың алдағы өміріндегі басқа да қалған құжаттарына негізгі түп тамыр болады. Сол себепті де туу туралы куәлікті алу өте маңызды дейді мамандар. Және де оны уақытылы алған абзал. Туу туралы куәлігін алу үшін не қажет? Туған балалардың документтік құжаттары дейді ғой, құжаттарын туу туралы куәлігін алу үшін бала туғаннан бастап 2 ай мерзім ішінде ата-анасы баланың тууын тіркеу үшін АХАЖ органына жүгіну қажет. Қазіргі таңда ата-аналар үшін жағдай жасалған тек қана АХАЖ органынан емес, сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы баланың тууын тіркеуге өтініш беруге болады.
Өтініш беруге қажетті құжаттар жаңағы баланың туғандығын дәлелдейтін дәрігерлік мекеменің берген куәлігі болу керек. Ата-анасының некеде тұрғандығын растайтын неке туралы куәлігі және ата-анасының жеке куәліктері болу керек. Ал егер кейбір жағдайлармен 2 айлық мерзімін бұзып, дер кезінде баласына туу туралы куәлік ала алмаған азаматтар, олар жаңағы АКЖ органына барып, өтініш жазып, арнайы оған іс қозғалады. Яғни 2 айлық мерзімін бұзу туралы қорытынды жасалады. Сол қорытынды негізінде баланың тууы тіркеледі. Содан кейін балаға туу туралы куәлік беріледі. Балаға туу туралы куәлік алуға берілген 2 ай уақытыңыз өтіп кететін болса, онда да сіздің арнайы тексеріс арқылы туу туралы куәлігін алуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл үшін де бірнеше іс-әрекет жасау керек. 2 ай мерзімінен асып кеткен болса, онда тұрғылықты мекен-жайы бойынша, осы Астана қаласы бойынша егер тапсырып жатса, осы Астана қаласында 3 аудандық әділет басқармасы бар. Содан АКЖ бөлімдерінен анықтама жинайды, баланың тіркелмегендігі жайлы. Соны қалалық департаменттің АКЖ бөліміне апарып, Астана қаласы бойынша тіркелмеген деген анықтама әкеліп, азаматтық халықтың жазу органына мекен-жай бойынша тапсырады. Баланың аты жөнін жазу бұл ата-аналардың еркіндегі шаруа. Олар қандай тегін береміз десе де, есімін қалай атауды да өздері шешеді. Бірақ тек берілген нормаларда жазылуы тиіс. Баланың аты жөнін жазуды оңшылықтары оған дейін заң қабылданған болатын. Онда баланың аты тегі өздерінің ұсымына байланысты, бірақ фамилиясы көрсету керек. Ол жайында. Енді мына жерге кейінгі өз құжаттардан қарап өстіріп, жеке куәліктерден ол тұрласы біздерге мындай қиын туындап жатқан мәселе жоқ. Ал енді жаңа заңға келетін болса, бұл жаңа заңда жаңа неке туралы отбасы жаңа кодексте бұл енді көп 3 жылдан артық талқыланған, әбден пісіп, жетіліп, толықтай 2 жоғары палата мен кіші палата көпке талқыланған осы заң жобасы жақсы өтті. Көбінесе қазір ел арасында жүрген халықтың назарын аударып отырған мәселе балаға тек беру. Яғни бізде қолданыста осы заңнама бойынша бізге баланың тегі ата-анасының тегімен анықталады. Не болмаса, егер ата-анасының тектері әртүрлі болатын болса, онда ата-анасының өзара келісімімен екеуінің біреуінің тегі беріледі. Және біздің тарихи ұлттық дәстүрімізді сақтай отырып, кейде әкесінің немесе атасының атын тег ретінде беруге болады. Және де тағы да бір айта кететін жай бізде қазақ тіліне тән емес, қазақтарға тән емес оф, ев деген жұрнақтарды алып тастай отырып, жаңағы таза әкесінің атымен немесе атасының атымен балаға ұлттық тарихи дәстүрді сақтай отырып тек беріп алады. Яғни әркімнің ол ата-ананың өз еркіндегі шаруа. 98 жылы неке және отбасы заңы дүниеге қолданысқа енгеннен бастап, жаңағы балаға қосарлама ат беру, дефис арқылы жазу деген сияқты аттар жазуға болмайды. Ол заңда көзделмеген ондай ат беру. Тек қана егер ата-анасы ат бергісі келсе, Нұр Мұқасан деген сияқты. Нұр Мұқасан дегенде 2 бөлек жазуға болмайды, Нұр Мұқасан деп бірге жазуға болады. Яғни біріккен сөз ретінде жазуға болады, дефис арқылы бөлік сөз ретінде жазуға болмайды. Алдымыздағы бізде қазір осы парламенттің қарауында жаңағы ерлі-зайыптылық, неке және ерлі-зайыптылық кодексі қарауды жатыр. Бұл кодекс талабында да жаңағы баланың аты жөнінде жаңағындай талаптар бар, қолданыстағы заң сияқты. Қазіргі таңда Әділет министрлігінің жасап жатқан инновациялық қадамдарының бірі азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы кездесетін құжаттардың барлығын автоматтандырып, электронды нұсқасын жасап, жалпы электронды түрде онлайн режимде жұмыс жасауға көшу. Яғни бала перзентханада дүниеге келген сәттен бастап-ақ оның есімі және аты жөні барлығы да электронды базада жазылып енгізілетін болады. Одан кейінгі ары қарайғы шаруаның барлығы да АКЖ мамандарының тіркеуінде тұрады. Яғни кез келген сәтте бұл электронды база қолжетімді және де әп-сәтте одан ақпарат алу мүмкіндігі бар. Осы арқылы автоматтандыру арқылы туу жөніндегі нақты жұмыстарды бір ретке жүйеге келтіруге болады дейді басшылар. Осы автоматтандыру жүйесін біз қазір мынау әйелдер босанатын үйге қойып жатырмыз. Бала туғаннан кейін бізге хабар келіп түседі, осындай туылды, мынаның аты мынандай болса, фамилиясы. Сол арқылы автоматтар арқылы жаңа
балалардың туатын үйден бізге хабарлама түседі. Сол хабарлама арқылы біз біліп отырамыз. Ер бала туды ма, қыз бала туды ма, қандай аты жөні тіркеледі. Осының бәрін қазір басқа министрліктермен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Осы жайында денсаулық сақтау министрлігімен бірге ол жайында қазір өте көп жұмыстар жүргізілді. Қазіргі мынау ақпарат пен байланыс министрлігі арқылы. Осылар арқылы бәрін бір жүйеге келтіріп жатырмыз. Олардың аты жөні туралы келешекте біз хал актілерін тіркеу қызметкерлерінде ол бүкіл біздің ақпарат жүйесіне оларға өздерінің қолжетімі болады. Солар арқылы олар алады, сосын жазып отыратын болады. Қандай аты жөні. Енді қазіргі бір туындап жатқан бір мәселенің біреуі осыны қалай автоматтандыру. Мысалы ауылдық жерлерде, қалада енді оңай ғой, қазір басқа жерлерге. Осы жайында біраз жұмыстар атқарылып жатыр, но келешекте ол жұмыстар автоматтандырылып іске асырылатын болады. Егер әрбір азамат жөніндегі барлық мәліметтер азаматтардың хал актілерін тіркеу бөлімдерінде мұрағаттарында 75 жылға дейін сақталады дейтін болсақ, онда еліміздегі барлық азаматтардың санына шағып есептеп көріңіз. Қазіргі таңда министрлік бұл мақсатта да үлкен жобаны қолға алды. Қазіргі таңда мұрағаттардың электрондық базасын жасауда қолға алынып жатыр. Алдағы уақытта бірнеше жылдың көлемінде бұл жұмыстар аяқталып, әрбір азамат жөніндегі барлық ақпарат және оның ақпараттардың мәліметтердің барлығы да осы базада сақталады. Яғни әрқашанда қолжетімді болады. Тағы бір айта кететін жағдай, мынау жаңағы айттым ғой сөздің басында, көп нәрселер бізде қолмен жазылды. Ал енді адамның хал актілерін тіркеуде құжаттар деректері бәрі 75 жыл сақталады біздің мұрағаттарда. Осының бәрін қазір мұрағаттардың бірін автоматтың жүйесі жүргізіп жатырмыз. 12 жылға біз жобалап отырмыз. Астана қаласы мен Алматы, оңтүстік Қазақстан облысын осы қазір кіргізіп жатырмыз жобаға. Бұнда сол жердегі бүкіл мынау азаматтық құжаттарға тіркеу актілер, соның бәрі сканер арқылы өткізіліп, архивке электронды архив жасалады. Келешекте 2013 жылдар қалған облыстар мен қалалар кіреді. Сонда 14 жылға дейін осы жұмысты аяқтағымыз келіп отыр. Бұл не береді бізге? Бұл дегеніміз бүкіл Қазақстанда бұрынғыдай мысалы аты жөнінді айырып тастайтын болсаң, мысалы қазір көбісі мынау фамилияларынан тастап өзінің тегін әкесінің атын фамилия қылып алып жатыр. Осындай жағдайда көп қиыншылықтар туындайды. Өйткені оны алу үшін бізге туу туралы куәнің түпнұсқасы керек. Ол түпнұсқасын ауылдан іздейсің, оны қаладан іздейсің. Сол біраз қиындықтар туындайды. Егер қазір осыны автоматтаған жағдайда, мысалы орталықтан тұрады бәрі. Мысалы Астана қаласын сұрадым, Астана қаласы Маңғыстаудың автоматтан түрде өзінің келешек керек деректерін ала береді. Осындай жүйеге қазір келтіріп жатырмыз. Осындай 12 жылға бізге осындай үлкен жобамыз бар. Сол жобада осы іске асырылады деп отырмыз. Сонымен қатар келесі кезеңінде адамның өмірінде үйлену мәселесі тұрады, яғни неке туралы куәлікті алу қажет. Бұл да азаматтық хал актілерін тіркеу басқармаларындағы үлкен ауқымды жұмыстардың бір бөлігін құрайтын шаруа. Қазіргі таңның өзінде үйленетіндер саны күн артқан сайын елімізде артып келеді. Мысалы, биылдың өзінде жыл соңына жетпей жатып, 115 мыңнан астам өтініш түскен неке куәлігін алу жөнінде. Жалпы біздің осы үстіміздегі ағымдағы жылдың өзінде некелерін заңдастырған азаматтардың саны 114.211, яғни 115 мыңға жетіп отыр, жылы аяқталмаса да. Ал енді тікелей азаматтық неке дейді ғой, біз заңда азаматтық неке деген таным жоқ, біз оларға арнайы санақ жүргізбейміз. Енді әркімнің өз сана сезіміне, әркімнің өз еркіне байланысты ғой. Қарым-қатынасын жас жұбайлар заңдастырғысы келе ме, жоқ болмаса бұрынғы шетелдегідей азаматтық неке дейді, діни неке деген сияқты некелердің түрлері қазір көбейіп отыр, бірақ заң жүзінде азаматтық некеде, діни некеде де бұл танылмайды заңмен. Тек қана заңда азаматтық хал актілерін тіркеу бөлім органдарында тіркелген неке ғана заңды деп саналады. Соңғы кездері отбасын құрып, шаңырақ көтеріп, неке туралы куәлігін алғысы келетін азаматтардың саны артып келе жатқандығы жақсы тенденция. Кей жағдайларда қызықтар да болып жатады дейді мамандар. Мысалы, бір айтулы даталарда үйленетіндер саны шамадан тыс болып асып кететін жағдайларда кездеседі. Мысалы, ағымдағы жылдағы 11 қараша 11 жылы үйленетіндер саны әдеттегіден көп, ел көлемінде 2000-нан астам өтініш келіп түскен.
Елордада тұратын Асхат пен Айнұр да дәл осы күні өздерін некелерін қимақшы. Бірақ бұл датамен ешқандай да байланысымыз жоқ. Тағдырдың жазуы солай болды дейді. Ең бастысы бір-бірімізге сенімді және берік қамал ретінде отбасын құру басты мақсатымыз дейді жас жұбайлар. Басқа күн болса да ең бастысы қасында кім болатын адам ол маған маңызды. Бірақ осы күн жақында болғандықтан біз көп есе, екі есе қуаныштымыз. Соңғы кездері Әділет министрлігінің тағы да бір істеп отырған инновациялық қадамдарының бірі электронды үкімет бағдарламасының аясында некесін қиғысы келетін азаматтардың өтініш беру процесін электронды түрде жүзеге асыру мүмкіндігін туғызу. Қазіргі таңның өзінде аталмыш бағдарлама бойынша 15 жұп үйленіп үлгерген. Күн санап бұған деген сенімі берік жас жұбайлар саны артып келеді. Кейінгі жылдарда осының бәрін біз автоматтандыру жүйесіне көшіріп жатырмыз. Бұның бір себебін қазір көріп жатсыздар, мынау тағы бірден бір жаңалық осы кейінгі 11 жылда біздің Әділет министрлігінің қосқаны мынау неке туралы. Некеге тұрар кезде өздерінің өтініштерін онлайн режим арқылы жіберіп жатыр, сал арқылы. Бүгін міне Қазақстанда 15 пар өзінің семьясын құрды, жанұяларын. Осы тіркеу арқылы бұрын білесіз арыз жазу үшін келіп, сол тұратын қалаға келіп, тіркеуден өтіп, арызын сөріп, оны тозатын. Қазір жағдайда мұндай жоқ. Электрондық қолыңыз болса болды. Электрон цифрлық қол болса, азаматтар келіп өздерін өткізеді. Енді тағы бірден бір жеңілдетіп жатқанымыз балаларды тіркеу, аты жөнін айырбастау, ата тегін. Осының бәрін автоматтандырдық. Бұрын мысалы осы үшін 5 күн 6 күн жолдатын болса, қазір күнде бір 15 минуттың ішінде осының бәрі орындалады. Осы бәрін автоматтандыру, осы жүйенің бәрін автоматтандыру арқылы мынау халыққа қызмет көрсетушілігіне қосып жатырмыз. Жуырда Алматы қаласы бойынша тұңғыш рет электронды түрде некесін қиюға өтініш берген азаматтардың неке қию рәсімі болып өтті. Аталмыш шараға қалалық әділет департаментінің мамандары мен бұқаралық ақпарат құралдары атсалыса қатысты. Себебі бұндай жағдай бірінші рет болып отыр қалада. Жалпы біздің жасап жатқан ісіміз халыққа сапалы қызмет көрсету, уақытында толық және жоғары сапалы қызмет көрсету мақсатымызда жасалып жатқан шара. Біздің әділет министрлігінің ең бастысы негізі қойылатын бізге алғызған талаптардың біреуі халыққа уақытында, уақытылы, толық сапалы қызмет көрсету. Сол осы жұмыстың барысында тағы да бір мүмкіншілік көрсетіп отырмыз. Менде уақыт жоқ, шыны керек. Үйленетін болып шешкен соң біз тойдың күнін белгіледік. Бірақ жаңағыдай құжаттар жасау керек, жаңағы ақаж бөліміне тапсырыс беру керек, оның бәрі уақыт алады. Сондықтан мен интернетте қарап отырып, жаңа егоп сайтына кірдім, ол жерде заңды некеге жаңағы өтініш беру деген бөлім бар екен. Сол бөлімді шынымен мені қызықтырды, өйткені мен бір-екі рет өзім барып көрдім, уақытым болмады, онысына достарымды сұранып көрдім, сендер барасыңдар ма деп болған. Бәрібір өзімнің құжаттарым керек. Сол себептен де мен достарым осылай жаңағыдай ақылдаса келе, осылай жасауға тура келді. Оның үстіне мен 1414 деген колл-центр бар, сол жерде барлық сұрақтарға жауап береді. Сол жерге қоңырау шалып білдім. Енді олардың бірінші айтқаны, егер сіз қазір беретін болсаңыз, онда Қазақстандағы 50 жұптың ішіне кіресіз деді. Ол 50 жұпқа біздің арнайы сыйлығымыз бар деді. Енді мені бұл жерде қызықтырған ең бірінші сыйлық емес, әрине маған жұмыстың біткені керек. Және тезірек өйткені менде уақыт аз. Азаматтық хал актілерін тіркеу басқармаларының негізгі міндеті азаматтардың құжаттарын тіркеп, оны беру ғана емес, сонымен қатар заңдылықтардың да сақталуын қадағалау. Яғни некелескен кезде азаматтың бұрын соңды некеде болғандығы және болған болса ол некенің үзілгендігі немесе аты жөнін өзгертерде туу туралы куәліктің нақтылығы. Соның барлығында тексеру азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінде жұмыс жасап жатқан мамандардың мойнына жүктелген үлкен міндеттердің бірі. Азаматтар хал актілерін тек қана тіркеу емес біздің жұмысымыз, олардың заңдылығын сақтау. Осы мысалы сол адам кейбіреу айтады, мысалы атымды өзгерткім келеді. Ол үшін біз сұрауымыз керек, не себепті өзгертіп жатыр? Оның қазіргі аты, ол бұрын сотталған ба? Не себепті осының бәрін тексеру, қадағалау біздің міндетіміз. Сондықтан мұны бүгінгі азаматтар хал актілерін тіркеу басқармасының әділет министрлігінде. Ол тек қана көбісі ойлап қалуы мүмкін, тек қана хал актілерін тіркеу басқа жұмыстар жоқ деп. Оның заңдылығын сақтауға қарай. Осы бар қорды сақтап, келесі ұрпаққа жеткізу.
Біздің басты міндеттеріміз осы.